Азаматтар четінен мерген, аттары түгел сайгүлік. Егер ақылын тауып пайдалансаңыз, табылмайтын күш, таусылмайтын қазына деген екен. Мажуши мали жанға шыңғысай орыстың қызыл туын көтере берсін. Артқа телеграмма бойынша іс басқаруды күшейтіп, үкіметтің айтуы бойынша болатын болсын депті. Бұл жақта болып жатқан жағдай осылай. Сіздер енді көп аялдамай ойырқын тула майсу қатарды жайлауларда отырған Адубай тәжінің еліне барып қосылдыңыздар. Олар келгелі жылдан асты. Жер суға жерлік үкіметтің заң зәкініне үйлесіп қалды. Мені мал үй жаң сіздерден қалсырап, жаңағы нұсқауларды жеткізуге жіберді деді. Бұл кеңестердің барлығы отырғандардың көңіліне майдай жақты. Тек Адубай тәжі деген бір ауыз сөз жүректеріне тікенше қадалды. Сіздің анығын Кәдірбек әулеттері тіс жарып ештеме демесе де бөгде керей атшыбай қайталай осып жатты. Мажинго тамақтан соң ауыл азаматтарының бастауында әр ауылға барып, жән саны, мал саны, оқ мылтықты шып-шырқасын шығармай бірден санап қатиралап алды. Осы тізімдікке 178 түтін, 890 адам, 16 мыңға жуық 4 түлік мал кірді. 3 күн жатқан елшілер қайтарында елсін қандар Мажужиға, Мафуканға көп сәлем, алғыстарын айтып, Құдай жолында мұсылман туын көтеріп, Мажуши басылығындағы үкіметке адал болатындықтарын білдіріп, 5 қара жорға ат жетектетіп, бұлғын суысар ілбіс терілерінен тарту таралғы беріп жолға салды. Ел көңілі өз жеріне келгендей орнықпады. Осыдан кейін шыбын-шіркей ызыңдаған, ыстыққа шыдамаған ел жабал қозғалып Сұр өзенін өрлей көшті. Сұр өзені Тула тауы мен Сұр тауының ортасындағы кең аңғармен батысқа қарай ағып, екі жақтан түскен бұлақ қарсуларымен молығып, онан Шүлен тауын қақтылып солтүстікке қарай жүйткіп, Шаңбаның қос қысағынан өтіп, Хырши жазығына шыққан соң батысқа қарай кілкіп ағып, Жұмын қаласының тұсынан бұғы мүйізіндей жеті сала арнаға түсіп, топырағы қалың байтақ даланы сусындатып, Шуаңтақ қысаңынан қайта қосылып, тағы жалғыз арнаға түсіп, сол аққан беті Әнши ауданының жазық даласын басып өтіп, Тұңқуаң ауданының Аядөң ойпаты арқылы жер асты мен Лопынұрға жалғасады. Өзеннің жалпы ұзындығы 1000 километрден асады. Бұл өзеннің басы орман тоғайлы жайлау. Ортағары қалың жайылым, атсыз болып, аяғы қалың дыңғыл тораңғы сексеуіл болады. Тарихи материалдарда ерте кезде шағын қайықпен тасымал істеуге болатын деп жазылған. Міне бұл Хырши алқабындағы екі атақты өзеннің бірі Сұр өзені. Көшкен ел осы өзен аңғарымен шығысқа қайқая көшіп, жылақонақтап отырып, ойырқының кең сайын қайқайып, сары ойғыр, заңзу малшылармен араласып, Қарағайлы тау үшін жайлап отырған Адубайдың бір бөлім еліне барып қосылды. Адубайда алдарынан адам жіберіп, жол бастатып, қоныс жөнін ұқтырып, екі ел қосылғанда кеткендер келіп, кемтіктері толыққандай, қарармадай қазақ елінен шетке шыққандары, жер аңсап, ел сағынғандар аз уақыт болса да естерінен шығып, қазақтың кәдімгі сары жайлау салт шыт жаңа бастап, биесін байлап, сарығымызын сапырып, қарын сары майын түйреп, қыз ұзатып, келін түсіріп, қоржын салып, ұрын келіп дегендей майрағайда тайрағай болды да қалды. Жерлік ұлттармен тез үйір айқасып, мал күнделік тұтыну бұйымдары саудасы жасала бастады. Есін ханның атағы естіп, Моңғол заңзу Сарайғырдың ру бастылары кілем-келшелерін көтере келіп, сәлемдесіп жатты. Есебі күнде түсел, күнде той, керме басынан топты қара үзілмеді. Қаңғыртаудың жұмыр шөбін жеген мал бір айда тұлыбы керіліп, домаланып шыға келді. Үлкендер шөбінің ыраноты бар десе, желінен сүт тұздақтаған малы сауған әйелдер жағы шөбінің нілі сүт екен. Мал кіндікті жер деген осы ғой десті. Бұрын келген Адубай елі не дәуір байып қалған екен. Айдан соң ел ес ақылын жия қалған кезде Атшыбай, Қожақын, Жәдік, Әлбай қатарлы көз қарақты үлкендер Елсін хандікіне бас қосып, Елсін ханға Адубайдың тәжілігін біз танымаймыз. Сен әкеден жалғасқан өкірдайсың. Жат елде жүріп, ұру туын көтеріп, бас-басымызға бей болмайық. Осы келген аз елге бір бас та жетеді. Адубай бас болып, елдің қамын жейтін адам емес. Біз келгел тәжілік лауазыммен көтеріліп сөйлеп,
Бізбен бірге келгендерді сайсалаға тоздырып жібергені мынау. Енді жолым күші басым жас деп Қазанбайдың ұрқын сыйлағанды қой. Құдай жеткізсе арттағы елді келіп қалар. Аманшылық болса ошарды ел болып, ендігі ұрпақтың кіндік қаны осы Шүлен тауының қоңыр топырағына таматын болады. Адубай ескі жолмен тәйжі болса, сізге жерлі үкіметтің жаңа жолымен мың басылық мәнсеп беруге ұсынайық. Басқаларымызға ауыл, басындық шен де жетіп жатыр. Үйтпегенде еру елдің бұқасының қоқайынан құтылмаймыз деді. Бұл ақылды Елсіқан ағайын арасына жік түсер, кейінгі ел келген соң ойластырсақ та болмай ма деп ойлай келіп. Жоқ, кейінгі елде қошқар көп, олармен бақталасып, керейді күрең қабақ қылғанша ағайынды ренжітіп астымдағы атымды түсіп берейін деп тұжырымдап, көптің ақылына қосылды. Атшыбай бастап, Қожақын Әлібай қостап, бұлар лайықты тарту таралыларын алып, Сужу қаласына барып, әскери басы Мафуканға аймақ бастығы Саужуинге кезігіп бірлесіп қол қойған талап хаттарын беріп, тартуларын ұсынып, жерлік пен әскери штабқа жеке-жеке сыйлы қонақ болып бір жұмада ауылға оралды. Бұлар қазақ ішінің ішкі жағдайын, әсіресе бар көлдерінде тұрғандағы қазақ рубасыларының атақ бақталасты қайшылықтарын ешбір бүкпесіз дөкілеттеп, Есінқанның қолында атадан жалғасқан көктасы бар. Ел ішінде беделі жоғары. Өзі қанжылша оқыған әскер ұстап шекара күзеткен. Жақтарын ашалап баса көрсетіп кетті. Осыдан кейін Сужуда тұрған үкімет әскер басшылары қазақ елі мен қазақ жоғарғы жіктілерінің ішкі ахуалынан хабардар болып, ұзын сақалдың ел ішіне барып қазақтың ру қатынасын, мәнсеп жүйесін, Шинжаңдағы алман салық жағдайын толық игеруге жіберді. 1937 жылы қыркүйектің басында Сужу әкімшілік 7-ші районы Есіқан, Адубай, Атшыбай, Жәдік, Әлібай, Дәулет ұлы, Хамке, Жақша, Ақша Тасыбекенің қара дәулет. Хамке қатарды көшіп келген елдің ауыл басшылары Сужу қаласына шақырып, жиын ашып, аймақтық үкіметтің уақыттық бұйрығын және басқа бекітіндерін жариялады. Осының ішінде қазақ басшыларын уақытша тағайындау бұйрығы. Елсіқан ойырқындағы қазақтардың мыңбасы, Адубай ойырқындағы қазақтардың тәйжісі, Атшыбай ойырқындағы қазақтардың бас шаңиясы, Сауытбай, Әлібай, Қамкелер ойырқындағы қазақтың шаңиясы болып тағайындалды. Әсілі Жақша, әсілі Шаңие ауыл басы тағайындалды. Бұл пікірімізді өлкелік үкіметке де жолдадық. Егер басқалай өзгеріс болмаса, осы бекітім бойынша атқарылады. Мингоның 1927 жылы 4-ші қыркүйек деп жариялады. Сол майданда Адубайдың өңкір-өңкітіп қайта-қайта моншақтаған тері сүрте берді. Ешкім тіс жарып тыныштықты бұзбады. Осыдан соң Саужин-у Вәли, Мафукан, Лүйжаңдар сөйлеп, елді береке-бірлікке, заң тәртіпке, қоғам тыныштыққа, қызылдардан сақтанып, Гомін үкіметінің тұтастығын сақтауға шақырды. Жиыннан соң қонағасы беріп, қаланы экскурсиялатып, әскерлердің нысана атып, ат үсті әскери машықтарын тамашалатты. Ертесінде Мафукан Адубаймен жеке кеңесіп, сізді бұлай орналастыруымыз, бастысы сіздің Шинжаңдағы құқық лауазымыңызға құрмет еттік. Бұлай болмағанда Есіқан рауа бола қоймайды. Ол сіздің немере балаңыз екен. Қазақ салты бойынша сіздің ақылыңыздан шығып пайда барады. Іс жүзінде елбасы әлі өзіңіз. Есіқан сырттай байқасам кеудесі көтеріңкі, сөзі адуын, мінезі ұрттау көрінеді. Біткен туысынан айырылып, жүрегі жаралы болған соңда солай шығар. Үкіметпен жағаласқан адамның марқадам таппайтынын сіздер әбден білесіздер. Шинжаңнан қашып Құдай жолын қуамын деп Шыңғыстайға жаманатты болдыңыздар. Енді пәле тауып Гансу Чинғай үкіметіне жаманатты болып жүрмеңіздер. Бұл жағдай Есіқанға өзіңіз ақылшы боларсыз. Ел ішіндегі жарамсыз жайттерден үздік хабардар болып тұрыңыз. Мен сізге сендім. Кеңес көпке жалғасты. Адубай іші босап, иығы жеңілдеп қайтты. Ал Мафукан Есіқанмен болған кеңесінде сіздің ата тегіңізді Атшыбай толық ұқтырды. Шайт болған ағайындарыңыз ол дүниеде ұжымақтың төріне сұрақсыз шығады. Бұл да Алланың бұйрығы шығар. Дұшпанды кешпесеңіз де Құдайдың ісіне назаланып күйзеле бермеңіз. Аманшылық болып Алланың қаһары түссе Қызыл армияның басын алғандай Шыңғыстайдың басында алатын күн болар. Бірақ қазір асығып кетпеңіз. Осы жолы өзіңізді ел ағасы етіп орналастыру
Majuriyдің нұсқауы ол кісіге жолбарыста ескерткен екен. Қазіргі шаруа Шинжаңда қызылдардың қолында тұрған жақша Шыңғыстай үкіметін мегзейді. Қолында тұрған мұсылман қандастарымызды біртіндеп көшіріп алу. Осы Қыши аңғарын база етіп күш топтап шығыста Гомин үкіметіне сүйеніп, түбінде Шинжаңды Шинхай, Гансу, Нingxia өлкелерімен қос мұсылмандардың тұрағына айналдыру. Міне бұл Машурийдің ұзақ уақыт стратегиялық жоспары. Адубай тыныштық, бейбітшілікті жақтайтын үкіметшіл адам көрінеді. Жамбақысқа бұл да болатын ақыл. Мәселе біздің қай үкіметті жақтауыңызда? Мәселе сіздің қай үкіметті жақтауыңызда? Ол кісі сіздің ата жолыңызға килігіп, сізге ренжитін жөні жоқ. Кәрі адам ғой. Көңіліне өзіңіз таба жатарсыз. Бәрінен де маңыздысы. Мұхаммедтің ақ туының астында бірлесіп, дінімізді сақтап, ұлтымызды көркейтейік. Кеңес ұзаққа созылды. Елсіқан іштей. Құдай бекер қаңғыртып келмеген екен. Бұл дүнгендер осы қалпында тұрса, ешкімге кеудемізді бастыра қоймас. Шама болса, Машурийдің өзіне бір жолып қайсам, ата жауымнан кек алатын орай туып та қалар ма екен деп. Елсіқан көңіл толқып, өңінен қуаныш лебі есіп, көзі оттай жанып, рахмет, сіздердің бізді бір өлкеден босып келді демей, қолымыздан тартып қамқорлығыңызға алып, мұндай жақсылық істегендеріңізге. Бойдан жан тырнақтан қал кеткенше осы елдескеніміз елдескен. Бізге істеген жақсылығыңыз бізден қайтпаса Құдайдан қайсын. Елсінқан әр жақсы аз сөйледі. Адубай жөнінде ауыз ашпады. Жиында қазақтардың уақыттық жайылым көлемі жарияланды. Сұр өзенінің басқа қысаңының шығысынан Майсуға дейінгі бөктер мен жайлаулар болсын. 300-ге жуық семьяға осы жайылымда болады. Тұрғын малшылар екі жағына оңтүстік Шүлентау аңғарына ығыса орналасады деп көрсетті. Жиынға барған Есіқан Адубайлар еліне оралған соң халқын жиып үкіметтің жарлығын жеткізді. Белгіленген шаңиялардың ауылы бойынша жайылым көлемдерін анықтап, заң зәкімдерін үгіттеді. Әсіресе тұрғылықтармен тату-тәтті өту баса дәріптелді. Адубайға еріп көшіп келгендер қалайда бір көңілсіздіктің бар екенін аңғартты. Қыркүйектің аяғында Гоминден Гансу өлкелік үкімет Шишуан аймағына ерекше бұйрық түсіріп, қазақтардың дәстүр мәнсәп жүйесіне қызмет ету үшін бас мыңбасы деген атты қалдырып, Есіқан көшіп келген қазақтарға тәйжілікке, Адубай үкірдайлыққа тағайындалсын деп түзету жасады. Бұл түзету Адубайға қатты соқ болды. Алдыңғы тәйжі мыңбасы деген атақ тек атаулы ғана фарқ бар. Іс жүзінде ұқсас шенеді. Ал қазір айқын ара салмақты болды. Бір жылдан бері тәйжі деп қалыптасып кеткен ауызда үкірдай дегенге машықтана қоймады. Қазан айы туа Адубай қос тігіп атқосшыларын ертіп Сұр өзенінің басынан аң аулауға шығып кетті. Зәйіп Қасым елінің шығысқа ауы. Зәйіп Абақ керейшінде Жәнтекейдің Базарқұл руынан. Сол жылдары 50 жастан асып қарт үкірдай атанған адам. 1941 жылы Чизаң үстіртінде ыстиып қайтыс болған. 1937 жылы шілдеде Баркөл түрмесінде жатқан Меркіт Қасым Батыр қару қайратына сүйеніп, түрменің дауалын бұзып, қарауылын өлтіріп, түрмеден қашып шығып, уақ мүлік арқылы Зәйіп үкірдайдың ауылын табады. Шығыс Тәңіртауының ең шұрайлы жайлауы, Көңіректің аузын жайлап отырған Зәйіп үкірдай Абайдың Баркөлге келген 2 жылдан бері істеп жүрген зымияндық сұрқия әрекеттеріне талайдан азуын басып жүретін. Енді бір жағынан ара түргі жеріндегі Есіқанның Шыңғыстай әскердің тосқауылын бұзып жарып Гансу өлкесіне өтіп кеткенінен де толық хабардар болатын. Жағдайды жақсы өзгеріс болмаса, осы қыс басында солай тартуды іштей жоспарлап жүретін. Зәйіп Қасымды ешкімге білдірмей, күндіз жастырып, түнде кеңесіп, ат көлік азамат шығарып көмектесіп, Баркөл құржасындағы әйелімен бауырына алдыртып алады. Шілденің аяқ шенінде құмылға жиынға кетіп бара жатқан Абай Зәйіп үкірдайдікіне қонып, қарағой қонағасы жеп, іштей күмән тасса да, толық сыр ала алмай аттанады. Ертеңінде көшеті сайының бұрмаларынан атылған оқ Абайдың атын мініп, шапанын киіп, жортып келе жатқан Қымызбайдың ажалына жолығып, Абай қашқан бетін нөкерлерімен бірге Баркөл жамбылына бірақ келеді. Қаупың неден болса, ажалың содан деген. Бұл ахуалды Зәйіппен қатысыз емес екенін айқын болады. Өкініште қалған Зәйіппен Қасым түнделетіп ақыл құрап, іс әшкере болды. Абай 3 күннен қалдырмай әскер шығарады. Енді қозғалмасақ өмірлік опық жейміз.
Elge tünümen kabar aytıp, erteң Buruldың özeninden bas kosayık. Oşaktı jaylauındağı Ayembek tejinin auluna da kabar bereyik. Batыстағы kereyler men Agarka tauındağı kereylerge hazırçen demeyik. Köşüğünün kölemi ülkeyip kesse, hükümet de küçtü köp toптap çığın köbeyedi. Kasım karuzaragı var, 50 azamatı uyumdastırıp, bugün tünden bastap jol tossun. Koydu hazırdan bastap närinkirdi asırıp aydasın. Осы çoğul ornalaştırıudan keyin jan jakka kabarçılar ketdi. Tün içinde at kölük izlegen, şuuldatıp koy aydagan, ok mıltığın asınıp karavulga çıkıp jol toskan. Jol toskan degende jalgız tünde elem tapırık boldu da ketdi. Desi de burundan at kölügün uzatpay, jaujalandı gündörдү tosуп oturgan kazak avullары taң ata çığısты betke alıp josa jöneldi. Osdan 5-nji günü geçti ürkкен eldiň aldy toraňgy bastaw elendi. Toraňgy bastaw ömür tawy men döň bastawdyň ortasyndaky toraňgylyk kurakdy jendi bastaw edi. Erte zamandan ary beri dürgünçlep tamyldap at belini köterteden birden bir ayaldama bolady. Köşkön eldiň arty ertesi tüsde zorga jynaldy. Zayıf mıktılarını ertip taң atkança attan tüsken jok. Aldyňky gelgen eldi bastaw basынан alsy sürüp suwatdy oňaşa sakladı. Çöl jaziranyň my gaynagan ıstıgy koňur salkyn jaylawdan tüsken mal men adamnyň tynışyny alıp kapalatyp jiberdi. Ýitarka tegip ıstık içken el birday bolup uykuga ketdi. Mal da tırıp eder şama jok. İşlerin soğup gözdep kaldı. Osugan deyin Zayıf ben Kasımga kança eldiň resip çıkanı beymelimedi. Üstten keyin Zayıf çabarmanlarına köşkön eldiň aul basılaryny çakırtıp Esdäwlet Tuňguşbay dörtü bulun ayman ämirdi. Jakşa, kebir materiallerde ämir eli delingen. Ämirdi. Karakasym Agyl, Jentekik, Kazbek Mardan, Şıbaraýgyr Karmys, jene Markay, Halyqbay, Tuzakbay, Akşa Tasbike, Ziyatay katarlylar bastaw basyndaky biýik ösken toraňkynyň kölönkösine jynaldy. Kıska aman selemden soň Zayıf söz bastap. Ey agayınlar, yer basına kün tuğup etigimen suw geçken, at basına kün tuğup awuzlukpen suw içken zaman degen os. Küzdüň çiliňgir ystygynda akyldan adasyp hakkatysyp oturgamyz jok. Hökümetden ädildik kesse, halykdan bereke getedi degen os. Barkölge gelgen 3A birinden biri ötken sum boldu. Jakşa. Humuldyň weliniň orunbasary Abay. Ügüt etretiniň bastygy Ebew. Barköldiň häkimi Enwer. Barkölge gelgen 3A birinden biri ötken sum boldu. Haskyrda kas kılmaydy joldasyna dewşedi. Bular bargan sayın Barköl gazagynyň jal guýrugyny güzep ort etine tayap geledi. Yesini kanda soğan çıdamay genç yerine alıp ketkeni özlerine ayan. Äýtbese bir Barkölde oturup bir gün konuştas bolup görmegen Adubay sagynıp ketken jok. Al tuğukta Abdullah Haybar täjilerde Ürümjige şakyrtyp ketken eken, kayta kelübi eki talay. Abaýdyň sözlemine garaganda Çyňdubanyň suğuk Kazaktyň atkan merlerine kadalga sekildi. Осы жайттарды oylaştırıp jürsem-de Aksaktyň aýalyna bagaýyk dep artyny tosup şedim. Mına Kasımdy Alaşdyň azamaty goý dep janym aşyp bagryma basyp jabdyk berip Abaýdy jaýratamyz dep opyk jedik. Endi kozgalmasak koyça kozakdalyp türmeniň tübünde şirimiz goý dep özleriňmen toluk akyl kosa almay çogul kozgalgan jaýymyz osu. Barkölden 60 asker çykkan eken alystan karawullap Täzligüdüň karawul döňüne jolay almapdy. Toskawuldagy jigitler artda kündüg jerde jatyr. Endigi hawp döň bastawda. Kumuldan kömkömen jakşa maşinemen. Kömkömen çykan askeri bolsa baýagyda aldymyzdy tosup aldy. Tokaňyň aýtywynda, Tuňguşbaýdyň aýtywynda. Osdan bir döň bastawga deyin toluq 3 köştük jol diýdi. Erteňden bastap awuldan 80 azamaty ýumdaşdyryp Kasym bastap jol tazalasyn. Köş yoluna tokaň bas bolady. Her awul baslary öz awullarynyň mal janına jogaply bolup, şaban çalaňlarga garaýlasyňlar. Osu galyp bizge senip dalada kalmaýmyz dep kele jatyr. Çylyp orundan kozgap elden aýryp kele jatkanda dalada kaldyryp ömrüni öksütmeňdir. Ya gaýynlar, alda ne bolary belgisiz. Şärşäp şaldygyp kan tögüp ömrümiz öksüp, bul ömürde yer jigittiň basyna neler gelip neler getpes diýsin. Osunyň bärine sabırlyk, töjümlülük gerek. Eldiň, ýerdiň mana jagdaýyny görüp,
Көңілдерің бұзылып отырғандарың да бар шығар. Маған еретіндерің белдеріңді бекем байлап ертең ағайыннан көрмейтін болыңдар. Елді жерді қимайтындарың болса, қайта барып абайға жем болмайтындарыңа көздерің жетсе, қайта көшіп кетсеңдер де жай емес. Әсіресе әмірті зәңгі, заманнан керей ішіне өсіп өнген Найманның Дөртуыл атасының асыл қиығы еді. Тасбұлақ деген ендегі шығар ауыз, қуа келген жау болса таз өшін тырнадан алыпты дегендей, ашынған жау қырып кете ме деп азаматтарға зорлатқандай көшіртіп алып еді. Ендігі еркің өзіңде. Мына керей не көрсе соны көресің. Керей көптігін істетіп, зәбір көреміз деп ойлама. Зәйіп елдің көші-қон даярлығы жөнінде де көп ескертулер айтты. Әсіресе мал сойып, қарынға су құйып алуды ерекше тапсырды. Әмірті елден қалмайтынын, осы ауған ел не көрсе соған ортақ болатынын айтты. Басқа ауыл басшылары да ақыл кеңестер қосып, бастаудан дәрет алып, үлкен бесінді топтық оқып, Зәйіптің қосында пысып тұрған ақсарбастың басына баталарын істеп, бір табақтан дәм татып, алдағы күндерге Алладан амандық тілеп аттанысты. Баркөл жамбылына аласатып зорға жеткен абай шұғыл жиын ашып, әскер шығарып Қасымды қудалау сенімді елбасыларын жіберіп, Зәйіптен сыр тарту жөнінде орналастырулар жасады. Әнуар әкім көшетінің шығысындағы Нәріңкір Қошақты көңірек қатарын жерлерді жайлап отырған елге хабарласа барып, тыңдайын болды. Көшетінің теріскей күнгейін жайлап отырған елге әскер бастап, сақшы бастығы ғұпыр барып барлау жүргізіп, Қандықолдан деректер қарастыратын болды. Абай бұл қаскүнемдіктің қалайда Қасымнан келген үлкен арқа тірек ақылшы Зәйіп екенін ашып көрсетті. Алайда Зәйіптің өзіне қонағасыға қарағой сойып берген намыстанып айтпады. Түнделетіп Шыңдубанға Құмыл уәли және әскери штабына телеграмма жолдап ахуалды мәлімдеп, Баркөл қазағының Елсін ханнан кейін тағы бір қозғалаң тудыру алдында тұрғанын, Баркөл Құмыл әскерлерінің Елсін ханды тосқауылдау соғысына күші ойсырап, әлі толықтала қоймаған, қазіргі қарулы күшпен елге сес көрсетіп, елді тыныштандырудың мүмкін емес екенін баса көрсетіп, тез арада қыруар әскер қосынының Баркөлге келуін талап етті. Ертеңінде кешке Абай әкесі өлгенді де естіртеді дегеннің кебін киіп, көшетінің шығысындағы ел Нарыңкірді асып үркіп кетіпті деген мәліметті естіді. Жайлауда бейғам жатқан елдің жалғызтаңда қарасын көрсетпей кеткеніне Абай қатты таң қалып, «Әй, мына жау қазақтың отырғызып кеткен ай. Өзі көшіп кеткен шын ба? Албасты сайтан емес, қайтып көзден ғайып бола қоятын болды. Енді дубанға не бетімді айттым. Дереу елу әскер аттандырып, Дәзігудың қарауылына шығарыңдар. Зәйіп екені рас болса, өзі де сол кезеңнен тосқан шығар. Тағы салаңдап жетіп барып, Қарғауызынға жем болып жүрмесін. Хабарын түнделетіп жеткісін. От алып қопаға түскен Абай боғын пышақтап қап-қара көк болып кетті. Түнделетіп атын сабалап сартылдатқан елу әскер таңға жуық Шошанның құмына ілініп, одан ілгерілеуге батын алмай, бастан аттарын оттатып, момаларын қажалап таңның атуын тосты. Бұлар таң ата екі жағындағы адырға жоламай жазықпен Дәзігудың кезегіне қайқайып, қайта тоқтап, жан-жағына дүрбі тартумен уақытты өткізді. Бұлардың көбі бір айдың алдында өмір тауында Елсін ханның мергендерінің ұзақтан атқан оқтарынан ажалдар тошпай жан сауғалап қайтқандар еді. Бәрінің де көздері алақандай болып бір-біріне ықтап, ешкімді алға жүргісі келмейді. Командирлерінің зорлығымен қарсыға жан бергендей зорға ілгерілеп келе жатыр. Қарауыл сары түске енді шығып, дүрбі тартып тұрғандарында солтүстік қоңыр адырдан тұтқиылатылған оқтан екі әскер 5 аттың жаны жаһанамға кетті. Командирлері жеңіл жараланып, ендігі ажал оқтары атылғанша аттарын борбайлап қаша жөнелген байқұстар ат тізгінін арттарындағы ойпат бастаудан бір-ақ тартты. Жарақатын таңып есін жиған командир бай баламды салып, қазақтың 7 атасын жедей көшіріп боқтап, «Ой, сүмелектер, мен кезеңге дүрбі салғанда жан-жаққа қарап тұрғанға да шамаларың келмеді ғой. Болмаса бір тал оқ шығарып, есе де қайтара алмадық. Енді қайтып барған соң кезеңмен 2 қапталдан 100-ге жуық қазақтар тосқан екен. Таң ата атысып, аз болса қоршауда қала жаздап зорға құтылдық. Қазақтар алыстан жан-жағымыздан ұстылап атып, Оқшашардың оғы жетер жерге таятпады деп сөзді жөндеп сөйлеңдер. Үйтпегенде тағы
Söz esip, tiisти несібемізден айрыламыз. Енді отырмай екі жаққа пытырап, ат зорын алып, кезеңмен екі жаққа қаратып, бірден тарсылдатып оқтарыңды азайтыңдар. Кеште Шошанның сазына барып, түнейік. Шошынған жас көмендер орналастыру жасап болды. Басқалардың санасыз оқ шашқанда өзі мәлімет жазып, Баркөл штабына хабаршы жіберді. Бұлар ертеңінде қазақтардың тосқан жерін барлап, өлген екі әскердің жемтігін артып Баркөлге қайтты. Үстіп ел үріккенден толық хабар тапқан Абай үшінші күні кеште ғана нақ ахуалды Үрімжі Құмылдағы атамандарға мәлімдеуге батылы барды. Ертеңінде, яғни 2 тамыз таңсәріде Құмылдағы атамандар Вәли Шәуян қорғаныс сілеңі Нью-Джинхай телеграмма жолдап, Шыңдуғаның нұсқауымен қоса өз орналастыруларын жеткізді. Басты мазмұны кеткен елді қайтарып әкелу орайынан кетті. Қалған елдің атамандарын қалай тізгіндеу, әскери күшті қалай топтау, Шинжаңның шығыс есігін қалай бекіту жөнінде болса керек. Толық мазмұны дерексіз.